Сәлем достар, сендермен бірге Алик Школ ТВ. Достар, сендерге өтініш, каналға жазылыңыздар. Подписчик өте аз. Каналға подписчик жинауға көмектесіңіздер. Бүгінгі влогымда мен яғни өзімнің сабақ орындайтын комнатамды жинаудан бастағым келіп отыр. Яғни қазір менің комнатам дәл осылай. Міне достар, шашылып жатыр. Кітаптарым шашылып жатыр. Мынау не қаймақтың заты тұр. Осылай жинастыру керек достар. Лайктарыңды қосыңыздар достар. Қазір біз дәл осы сабақ орындайтын комнатамды жинайтын боламыз. Мынау менің інімнің бесігі. Осы жинаймыз қазір. Дәм басын қоя салайық бүйтіп ішіне. Сосын достар, влог түсіремін. Далаға шығып келемін. В общем, сол. Енді кітаптар жинау керек достар. Лайктарымды осындар, подписаться етіңдер. Әнелерім аяқта ойнап жүр достар. Мән бермеңіздер оларға. Главное, каналға жазылып, подписаться етіңізде достар. Тек сіздерден сұрайтын сол, басқа тым керек емес. Достар, сендерге бір анекдот айтайын. Бір күні бір қоян орманда жүгіріп келе жатыр дейді. Сөйтіп, бірде алдына бір қасқыр шықпай ма? Сөйтіп қоянға айтады. Қоян, неғып барын салып жүгіресің дейді. Сөйтіп қоян айтады. Қашыңдар дейді. Неге десе? Анаяқтан паған іші болған, бәрін қырып жатыр дейді. Өтпей қалды да. Прикинь достар, мана күнделікпен плитамды жаққан кезде на батарейка аяқта әнелер доппен ойнап жүріп үйдің ішіне қуат негіз тұр. Достар, кітаптар жинап тастайын, сосын өзіммен бір не боламын. Қазір мен биология деген сабақты орындап болдым, физиканы орындадым, әдебиетті орындап тастадым. Сол басқа сабақты орындап тастадым, бірақ бізге ертең химия болмайды. Не үшін химияны алып алғаным? Сол достар. Басқа әңгіме жоқ. Достар, айтқандай, сендерге бір кешірім сұраймын. Видео шықпағанына бір аптадай болды достар, ренжімеңіздер. Лайктарыңды басып, подписаться етіңдер каналға. Және де достар, мен видео бәйге деген сайысқа қатысып жатырмын. Соған сол видео бәйге деген ютубта бар. Ютубқа видео бәйге деп берсеңдер шығады. Соған тіркеліп, менің видеомды, осы видеомды көріп, лайк басып кетіңіздер. Мен соядым сыйлықтар ұтқым келеді. Лайктарыңды осындар, подписаться етіңдер. Солай достар. Анаяқта інім жылап отыр. Достар, айтқан сендерге күнделіктегі бағамды айтып кетейін. Мен қыркүйектің 21 күні алғашқы 8 сыныптағы бағамды алдым. Ол орыс тілден хорошо деген 4. Одан кейін 18 күні қыркүйек. Тоқта. Келесі жазып кеткен достар. 24 күні 4 алдым әдебиеттен, орыс тілден. Сол 25 күні хорошо алдым тағы да. Одан кейін өзін ұстанымда өте жақсы деген 5 алдым. Одан кейін жақсы деген балдым алгебрадан. Одан кейін
алгебрадан тағы жақсы деген баға алдым, информатикадан 5 деген баға алдым. Одан кейінгі аптада қазанның бірінші айында алгебрадан 4 алдым, ағылшыннан 5 алдым, химиядан 4 алдым, тарихтан 4 алдым, алгебрадан 4 алдым. Достар, жалпы мен негізі сабақты 4-ке оқитын адаммын. Одан кейін географиядан тағы да білесіздер 4 алдым. Енді қандай сабақтан қандай ағай беретін, апай беретін айтып кетейін. Қазақ тілі мен әдебиеттен Жанарсы деген ағай береді, ал орыс тілден өзіміздің сынып жетекшіміз болып келеді, әрі ол Сағипа Юсупбаева деген апай. Ағылшыннан Жани апай, алгебрадан мен геометриядан Перизит апай береді. Мен фамилияны білмеймін өзімде, кейбіреулер білемін. Физикадан Ләззат апай береді, химиядан Әкімбаева Назым дейді, сол апай береді. Информатикадан Светлана апай береді, тарихтан Салтанат апай береді, биологиядан Фатима апай береді, технологиядан Сүлейман ағай береді, географиядан Әсем апай береді. Бірақ география Әсем апай жаман қатал. Достар, оңғысы қазір мен камерам түсіру несі өте не болып тұр, әлсіз болып тұр, маған ренжімеңіздер. Лайк басып каналға жазылыңыздар. Достар, міне осылай. Мына бесікті әлі дұрыс жинаған жоқпын. Осылай тұр. Достар, алдағы уақытта мен айтса айта берсін деген ток-шоу ұйымдастырамын. Егер соны көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар. Және сол видео бәйгеге кіріп, міндетті түрде маған лайк басыңыздар. Және каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.